көрсетеміз жақсылық тобына. Екінші топ достық тобы. Қошемет көрсетеміз. Ойнап жатқанның өзінде де қауіпсіздік ережесін сақтауымыз керек екен. Көрдіңдер ме балалар? Қай топ тәртіпті болады, қай топ епті болады, қай топ білімді болады, қай топ жылдам болады. Қазір өзіміз бір-бірімізбен жарысу арқылы көретін боламыз. Ал бастайық. Бір, екі. Қандай болуы мүмкін? Улы болуы мүмкін. Ол улылығы соншалық балалар ауырып қалады ол үшін. Біз саңырауқұлақтың барлығын бірдей тере береміз ба? Тере беруге болмайды. Көшеде қандай қауіпсіздік ережесін сақтап жүру керек екенбіз? Жүгіруге болмайды. Жүгіруге болмайды. Телефон көріп жүруге болмайды. Ал үйде қандай қауіпсіздік ережесін сақтауымыз керек? Ешкімді болмайды балалар. Балалар деген сіркеде тоқтарды өшіруі қажет. Апай, балалар сімге ұстамау керек. Жақсы, міне осы мекен-жайларын білу керексіңдер. Ата-аналарының жұмыс орнын, аты жөнін білу керексіңдер. Болашақ оқушы сондай болу керек. Ал бүгінгі сендерімді, тырысқандарыңды, еңбектеріңді көріп қуанып отырмын. Рахмет.